Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Өткен видеомда айтып өткендей, енді топыраққа қалай құю керек лимонды, қалай жасаймыз және де қандай түрлерін пайдалануға болады лимонный кислотаның және натуральный кәдімгі лимонды. Видеоны соңына дейін көріңіздер, каналға тіркеліңіздер. Көктем айларында гүлдеріңізге дәрумен өте қажет. Жетіспейтін көптеген дәрумендері болады. Жетіспегеннен жапырақ, сол дәрумен жетіспегеннен де жапырақтары бұзылады. Сол себептен лимон барлық үйде почти болады деп ойлаймын. Күнделікті постоянно жемесе де, енді анда-санда кеп қалған кезде осыны пайдаланып, постоянно бере бермейсіз ғой, енді лимонды айына бір рет беріңіз, не болмаса үйде бар нәрсеменен дәрумен жасап беріңіз. Менің каналымда көптеген дәрумендер бар, мысалы постоянно үй жағдайында болатын күріштен қалай дәрумен жасау керек, кәдімгі горох жармадан қалай дәрумендер жасау керек, дрожждан қалай дәрумен жасау керек, барлығы бар. Үйде қандай сізде зат бар, содан жасап бере берсеңіз болады. Енді арасында цитруста керек гүлдерге. Сол себептен үйге лимон келіп қалған кезде бір қасық қана, бір чайный ложка ғана лимонның сығындысын 1 литр суға араластырып жасап берсеңіздер болады. Сол себептен видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Мен өткен видеомда лимонның соғын сумен араластырып, гүлдердің жапырағын қалай жуамыз, сол туралы видео салған болатынмын. Енді сол видеода айтып өттім. Келесі жылы дәрумен жасап, кәдімгідей топыраққа қалай құямыз, соны жасау жолын көрсетем дедім. Мінекей, қазір жасау жолын көрсетем сіздерге. Кәдімгі лимонный кислоталар болады, приправа секілді пакетте болады. Сол пакеттегі приправа секілді, егерде сухой лимонный кислота болса үйде, көптеген адамдар, мысалы тағамдарға, не болмаса пирог, сондайлар пісірген кезде пайдаланады ғой. Кәдімгі мынандай натуральный лимон болмаса, соны пайдалансаңыз да болады. Кәдімгі 1 литр суға бір чайный ложканың ұшымен ғана аласыз. Чайный ложканың ұшымен алып 1 литр суға араластырасыз. Әрине суыңыз жылы болу керек, және тікелей колонкадан алынған су болмау керек. Жақсылап араластырасыз да, кәдімгідей мынау гүлдердің түбіне құйып шығасыз. Алдымен гүлдің топырағын жақсылап ылғалдап аласыз, содан кейін ғана құйып шығасыз. Қазір менде дәл сол құрғақ түрі жоқ лимонный кислотаның. Сол себептен мен осы лимонны қалай пайдалануын қазір көрсетемін. Лимонды білесіздер, құрамында С витамин болғандықтан, бұны темірмен жанастырсаң, құрамы бұзылады. Темір қасық, темір ыдыс, сондайға сығып алатын болсаңыз, кәдімгі мынау лимонның составы, соғының құрамы бұзылады. Сол себептен пластмасс ыдыс пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Және де 1 чайный ложкадай соғын сығып аламыз. Мінекей мынаған ыдысқа сығып алдым. Міне, мерный ыдыс, осындай дәрумендер жасағанға арнап қойғанмын. Кәдімгі химиялық дәрумен берген кезде де өлшеп береміз ғой, сол секілді осыған да өлшеп беремін. 1 чайный ложкадай соғын аламыз, кәдімгі мына суға құямыз. Міне 1 литр су бұл жерде. 1 литр су, хлоры ұшқан, тұндырылған, кәдімгідей 2-3 күн беті ашық тұрған су. Енді осыған жақсылап араластырасыздар да, кәдімгідей мына гүлдердің түбіне даққа ғана құйып шығасыздар. Әрине аз-аздан құясыздар, бірден көп лақ еткізіп құюға болмайды. Міне, аз-аздан құясыздар, жақсылап араластырасыздар. Сіздер білетін шығарсыздар, енді бұл лимонның қандай пайдасы бар. Біз адам баласына қандай пайдасы болса, гүлдерге де дәл солай пайдасы өте көп. Иммунитетін көтереді, көптеген бактерияларды өлтіреді. Жапырақтарында сүртіп тұрсаңыздар болады. Жаңағы порошоктың дайындалу жолын айтып кетейін. Айттым ғой, порошоктың дайындалу жолын айтып кетейін. Жоқ, тағы бір мынаның дәл осы демен натуральный лимонмен дайындалатын тағы бір жолын айтып кетейін. 1 литр суға кәдімгі мына бір кесім кесіп аласыздар. Сөйтіп суға салып қоясыздар. Бетін жауып 5 күн қоясыздар. 4 күн, не болмаса 5 күн қоясыздар. Сөйтіп 4-5 күн тұрады ғой. 4-5 күн тұрғаннан кейін осы 1 литрге лимон алып тастайсыз. Ішіндегі 1 литрге 1 литр таза су құясыздар. Таза су болғанда, ол да жаңағы колонкадан тікелей су болмау керек. Бірақ негізі колонкадан болса да, осы лимонның құрамындағы көптеген минералды, көптеген жаңағы антибактериальный заттары хлордың азаюына көмектеседі, және осы хлор суды жұмсартады. Негізі зиянын азайтады хлор судың лимон. Сол себептен жаңағы 1 литр суға 1 литр су таза су қосасыз. Лимонды 5 күн тұндырып қойдық қой.
сол 5 күн тұрған суға 1 литр таза су қосасыздар, кәдімгі гүлдердің түбіне құйып шығасыздар. Бұл да кәдімгі дайын дәрумен, бір жағы гүліңізге пайдалы су және гүлдің иммунитетін көтереді, өсуін жақсартады, тамырына да көптеген пайдасы бар. Осы лимонның иісіне даже шыбындар, көптеген зиянкестер келмейді. Қалай құю керек, қалай пайдалану керек бәрін айттым. Только сіздерге бір айтатыным, ауырып тұрған гүлдеріңізге бермеңіз. Мысалы, менің мына гүлім қазір сау, дені сау, бәрі жақсы. Ал жапырақ тастап, жапырағы сарғайып, жаңағы мазасы болмай тұрған гүлдерге көптеген видеоларда айтады, ауырған гүлдерді қалыпқа келтіреді, жағдайын жақсартады дейді. Енді негізінде бұндай дәрумендерді, осындай нелерді, тыңайтқыштарды ауырған гүлдерге бермейді. Кәдімгі дені сау, ешқандай қураған жапырағы жоқ, жақсы өсіп тұрған гүлдерге береді. Себебі бұлар өзінің топырақтағы дәрумендерін 6-7 мақұл бір жылдың ішінде жеп қой, өздеріне керегін алып жеп қояды да, сол үшін мынау топырақ құнарсызданады. Құнарсызданғаннан кейін біз оның топырағын қайта-қайта ауыстыра бермейміз ғой. Әр тамырын ашқан сайын гүлдерге де оңай емес, стресс алады. Сол себептен біз осындай дәрумендер беріп, гүлді қалыпқа келтіріп, көмектесіп отыруымыз керек, былайша айтқанда. Тыңайтқыш беру керек екен деп, прям горшокты былшылдатып берудің қажеті жоқ. Себебі сіз одан гүлге зиян келтіресіз, тамырын шіртесіз, не болмаса шіркей толады, не болмаса топырағыңыз сасып кетеді. Сол себептен әр гүлге өзінің нормасымен беріңіз. Мысалы, менің мына горшогым қазір менің кішкене мына қолымдай-ақ та, мына бұған мен даже шприцпен 5 граммдық шприцпен берсем де болады. 15 граммдық шприцпен дәрумен берсем де болады да. Қазір кішкене шет-шетінен тамызып қойдым. Бұғана күндіз аданда суғарған болатынмын. Суғарып, кішкене суғарып аласыздар, гүлді топырақты ылғалдап аласыздар, содан кейін ғана дәрумен құясыздар. Ал егерде сіздің горшогыңыз мынандай үлкен, қазір мынандай үлкен болатын болса, мысалы, мынау менде қазір 3 литрдей бар. Бұларға да осылай шетінен, әр жерінен азайтып, аз-аздан құйып шығасыздар. Негізі гүлдерге сойған кезде сіңдіріп, сәлден кейін қайттан құйып, аз-аз долядан құю керек, аз-аз долядан құйып шығасыз. Ол сіңеді, міне сіңіп жатыр. Сіңгеннен кейін қайтадан тағы да аз-аз долядан құйып шығасыз. Дәруменді емес, суғарғанда айтып жатырмын да. Ал дәруменді алдын ала топырақты намдап, ылғалдап аласыз. Содан кейін әр горшоктың өзінің көлеміне қарай дәрумен бересіз. Қатты босылтатып жіберсеңіз, топырағыңыз көгереді, сасиды, түрлі шіркейлер келеді. Мысалы, бір көрермендерім жатады, маған құмшекер беріп едім, осындай қара шыбын басып кетті. Тағы бір көрерменім айтады, ол пайдасыз, ол керек емес, ол сен өтірік айтып жатсың, одан топырақ сасып кетеді дейді. Разговор жоқ. Сіз көп мөлшерде пайдалансаңыз, дрожжа топырақты сасытады, ол шекерде топырақты сасытады. Сол себептен барлық нәрсені өзінің нормасымен пайдаланған дұрыс болады. Егер нормамен пайдалансаңыз, менің сияқты ешқандай нәрсе баспайды. Мысалы, ешқандай шіркей де бәле де жоқ, менде қазір нормальный өсіп жатыр. Кезінде құмшекерді бергем осы долларға. Доллар менің көрінбей тұр ғой сіздерге. Просто штативім менің пәсті, штативім кішкентай. Так, долларға шекерді де бергем, дрожжды да бергем, видеода түсіргем. Мен видео түсіру үшін дрожж бермеймін бұған. Мен бұған өзіне, мысалы, 3 апта, 4 апта бұрын бір дәрумен құйдым ба, 3-4 апта өткеннен кейін келесі дәруменді құямын. Ол дәрумендер, мысалы, менің каналымда бар болса, мен видео түсірмеймін. Егер де жоқ болса, осылай видео түсіремін. Мысалы, кеше жапырақты қалай сүрту керек екенін түсірсем, бүгін енді суға дайындап, топыраққа қалай құю керек туралы айтып жатырмын. Бәрі түсінікті болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Негізі қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің каналымда көптеген пайдалы видеолар шығады, сол видеоларды өткізбей көретін боласыздар. Шығып қойған видеоларында да ашып көрсеңіздер болады. Гүл өсіруге, қалай қарауға, қалай баптауға, барлық нәрсе айтылған, барлық нәрсе түсінікті деп ойлаймын. Егер бірдеңені түсінбей жатсаңыз,